Адам баласының душманы шайтан. Мына Рамазан шықты. Өзі Құранында айтқандай, «Ла ақуданна», мен албетте олтырамын дейді. Шайтан айтады. «Сиратакал мустақим», түз жолыңа олтырамын дейді. Алла Тағалаға қайрылып айтып жатады шайтан, «Мен сенің түз жолыңа олтырамын» дейді. Шайтан ошол айт күнден баштап чынжырдан шығып, бейіштің түз жолына олтырып алған. Олтырады. Күн-түн олтырады. 24 саат бойы олтырады. Бүгін чаршадым, бүгін ауырып жатадым, ертең азғырайын, же күндіз кешке азғырдым, емі түн ес алайын деген нәрсе шайтанда жоқ екен. Көрдіңіз бе, қандай дұшман. Күн-түн 24 саат бойы ал үшін айырмасы жоқ. Біз түшке шейін жақсы іштесек, түштен кейін чаршап қалышымыз мүмкін. Магазин ертерек жауап кетіп қалышымыз мүмкін, ес алайын деп. Түні бойы ұйықта болсақ, күндіз ес алайын деп айтамыз, ес аламыз. Бирок шайтанда андай нәрсе жоқ екен. Бүгін ес алайын, бүгін жұма күн екен, бүгін жексенбі демалыс күн екен, ес алайын деген шайтанда андай ойда, пикирде жоқ, андай алсыздық да жоқ екен. Ал қасам ішкен дұшман. Ошондай дұшман менен күрөшүү айт күннен баштап башталган туғандар. Аны эч качан унутпайлы. Шайтан бар деп иман келтирип коюп, билип коюп, бирок ошол шайтанга каршы күрөшпөсөк, анда ал илим, ал иман эмнеге жарайт? Эч нерсеге жарабайт да. Кудум эле сизге бир жырткыч айван кол салып жатат. Ошол жырткыч айванды көрүп турасыз, билип турасыз, сизге кол салып жатканын, жакындап жатканын. Көрүп турам, билип турам деп турасыз. Бирок ошого каршы бир амал кылбасаңыз, ал илимден, ага болгон ишенимден эмне пайда? Туурабы? Ал жырткыч келе сизге кол салат. Biz ушундай абалда жашап жатабыз, суугандар. Шайтан бар дейбиз. Шайтан адамды азгырат дейбиз. Касам ичкен душман ал деп билип, ошого иман келтирип, ушундай деп тасыктап, бирок ошого каршы эч качан амал кылбай жатабыз. Ошол нерсени дайыма жүрөккө түйүп турушубуз керек экен. Алла Таала бул жөнүндө айтат: «Инна шайтана лакум аду фаттахидуху адуа» дейт. Албетте шайтан силер үчүн душман, аны душман туткула дейт. Душман тут дейт. Күн-түн күрөш аны менен дейт. Болбосо сени азгырып, тозокко алып кетет дейт.